Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін Прага тортын жасайтын боламыз. Ең алдымен 6 жұмыртқаны миксерлеп алатын боламыз. Содан кейін осы жұмыртқамызға қантты кішкенеден салып, ақырына жоғарыға қарай жылдамдықпен миксерлеп алатын боламыз. Ақ пена болғанша миксерлейміз, содан кейін ерітілген сары майды қосамыз. Содан кейін какао, ұн, разрыхлде қосылған қоспамызды қосып, венчикпен жақсылап араластырып, сұйық масса дайындайтын боламыз. Содан кейін осы массамыз жақсы көтерілу үшін 18-20-22 сантиметрлік көлемді ыдыстарға салсаңыздар болады. Содан кейін 180 градуста 30 минутта пісіріп алатын боламыз. Тортымыз піскенше дейін кремді дайындайтын боламыз. Ол үшін сгущенка, желток және кішкене су. Осыларды жақсылап араластырып, водяной парға қойып, қайнатып алатын боламыз. Осы массамызды араластыруды тоқтатпай қайнатып алатын боламыз. Массамыз қою болғанша дейін шамамен 20 минуттай осылай қайнатып аламыз. Піскен коржықтарымызды осы 2 бөлікке бөліп аламыз. Кремімізді аяқтау барысында осындай бөлме температурасында жұмсақ майды алдымен миксерлеп аламыз. Содан кейін водяной парда ұстаған қою массамызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан кейін 2 ас қасық какаоны қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бізде жұмсақ крем пайда болады, пражский крем. Содан кейін сол кремімізді қатты қою болғанша дейін 30 минут тоңазытқышта ұстай тұрамыз. Креміміз дайын болды. Енді осы коржіктеріміздің ортасына кремімізді жағып, тортымызды жинайтын боламыз. Тортымыздың ішіне шоколад құятын боламыз. Оны дайындау үшін шоколад және сары май қажет. Осы заттарымызды біз газда ақырын жалында ерітіп алатын боламыз. Содан кейін суығасын осылай үстіне құйып шығамыз. Осындай жұмсақ, өте әдемі Прага торты дайын болды. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.